мына жерде Асқар Қанатұлы, сіздер жаңа 5 бағыт бойынша осы заңнамада қарастырғансыздар. Осы жерде бірінші бағытында мынау баланың құқығын қорғау мәселесі туралы. Осы жерде 13 пунктте сіздер мынау тәлімгерлер жөніндегі ұйымның міндеттерін жазғансыздар. Сол жерде мынандай бір мәселе бар. Өткен айда біз білім беру және тәлімгерлерге байланысты заң жобасын бірінші оқылымда қабылдадық. Сол жерде кәсіби отбасы туралы үлкен осы жерде сұрақтар қойылды. Бұған байланысты мен өзім түзетуімді енгізген болатын кезінде. Бірақ енді өкілетті орган бар, жаңағы мынау кәсіби отбасылар ұйымы, бұл мәселені маған келіп алдыма бірнеше мәрте келіп дәлелдеп, оны мен көзімді жеткізгендей болды. Бірақ әлі күнге дейін менде мынандай бір күмән бар. Осы тәлімгерлер ұйымының міндеттерінің ішінде, Асқар Қанатұлы, сіздер айтқансыздар, 24 сағаттың ішінде егер балаға, асырап алушы балаға бір жағдай болатын болса, отбасынан қысым көрсе, зорлық зомбылыққа ұшыраса, болмаса тағы да сол балаға қатысты, жеке балаға осындай мәселелер болатын болса, 24 сағат ішінде хабардар етуге міндетті деп сіздер заңда жазғансыздар. Ол дұрыс. Бірақ енді оқу ағарту министрлігіне қояйын деп отқан сұрағым, осы бірінші оқылымдағы жаңа қабылдап кеткен кәсіби отбасылар жөніндегі мәселемен мына заңның арасында қандай байланыс бар? Осы заң сол кәсіби отбасылар жөніндегі қабылданатын заңды орындайды ма, толықтырады ма? Оқу ағарту вице-министрі. Сұрағыңызға рахмет. Еділ Сабырұлы. Сұрағыңызға рахмет. Енді тәлімгерлік институты және кәсіби қабылдаушы отбасылар ол екі түрлі институт. Бірін-бірімен байланысы жоқ тікелей. Десек те екі институтта жалпы балаларды қорғауға бағытталған. Тәлімгерлік институт туралы шешім заңнамалық тұрғыда қабылданған болатын. Ол мемлекет басшысымен жазда қол қойылды. Қазіргі күні сол тәлімгерлік институтын нығайту мақсатында нақты тәлімгерлік ұйымдарының міндеттерін айқындау және тәлімгерлерді оқыту, яғни дайындау процесін жетілдіру мақсатында енгізіліп отыр. Ал кәсіби қабылдаушы отбасыларға келетін болсақ, ол балаларды отбасы жағдайында тәрбиелеуге ықпал ететін жаңа институт. Сондықтан екі норманың да балаларға тікелей олардың әл-ауқатын қамтамасыз етуге тікелей қатысы бар. Десек те екеуі екі жағынан балаларды қолдайды. Рахмет.